Маусымның көшіне еніп тұрған шағы. Күн қақ төбеден қыздырып, тіршілік атаулыны күйдіріп тұр. Қапырық. Өбеткен жел жоқ. Дастархан жиналмаған тәрелкедегі май көлкілдеп еріп, ернеуіне жете іркілдейді. Айнала ыбырсып, шашылып жатыр. Быжылдай ұшқан шыбынның ызыңынан жаным тітіркенеді. Төрдегі квадрат пішінді тар бөлмеде 4 қабырғаға жанай сүйкеніп, ортаға сейіп қос төсек тұр. Табалдырықтан аттай, төсекке құлай кетпесең әрі басатын орында жоқ. Әркімнің шығарып тастаған, лақтырып жіберген ескі қыз-қызын жинап алып, дүние қылатын келіншек дәл сол көшеден еншілеген ескі төсегінде аузынан су ағып, ес-түссіз ұйықтап жатыр. Бетін әбден таптап, ұртына кіріп шығып, тайраңдап, ұшып қонып жүрген шыбындарды да елер емес. Күйеуі жұмыс бабымен ауылына кеткен сайын, қашанғы әдет осы. Көршінің әйелдерін жинап алып ақсудан өзен ағызып, көк түтінмен үйді ыстайды. Арзан арақтың ақшасынан аянсын ба, бір-екі шөлмекті қанағат тұтпай, дүкенге қайта-қайта барып, дүркін-дүркін сатып әкеліп, мәз мейрам болады. Оң жақ бөлмеден ыңырсыған ауырда әлсіз дауыс естіледі. Ойбай, жаным-ай, Алла, мені қинама. Бұл дауысқа мән беріп, қайылатын бірде-бір пенде жоқ. Туған қызы мас болып, талықсып ұйықтап жатыр. Тапқан балалары бет-бетіне ойнап қаңғып кеткен. Кешелі бері ішіне ел қонбаған бейбақ, қарнының ашқаннан гөрі шөл азабына шыдай алар емес. Қараторы немере қызығына адамсынып, анда-санда талға жауай келіп, тамақтандырып кетеді. Қанша дегенмен ойын баласы емес пе? Ол да көп келе бермейді. Қайта туған қызынан күйеу баласы адамырақ. Апа, амансыз ба? Жағдайыңыз қалай деп халін сұрап, әлсіреген жайын көріп, неге дұрыс тамақ бермейсіңдер? Шөлдеді ғой, су беріңдер. Айран ішесіз бе деп, көңіл бөліп аяп жүреді. Еңбекқор күйеу бала бір жұмыстан шығып, бір жұмысқа шапқылап, балағы шаң-шаң болып, үйіне 2-3 күнде бір түнейді. Табуындай ақ табады. Ауылдан құрт, май, айран сүтін тасып, ет пен жұмыртқаны да өзбейді. Әттең, ол еңбегімен тапқан малын қастерлеп жатқан ешкім жоқ қой. Ол бейбақтың. Әкелгені бүлініп, сүт ашып, еті сасып жатқан. Обалай. Ей, обалсыз, мына тамақтарды құнттап, байыңның тапқанын ысырап қылмасаңшы деп ұрысқанымен, құлақ аспайтын қызының бар қалауы күйеуі кетсе, арақ ішсе. Байғұс кемпір өз аяғымен ілбіп жүргенде бір шыны шайын қайнатып өшушеді. Енді күніне қайыл, аузына су тамызатын адамды күтіп, зарығып жатқан. Қызының атын атап бірнеше рет шақырғанымен, бір ретте жауап қатпады. Естімеді де. Өмір тауқыметін тартуындай ақ тартты ғой, қайран қатын. Жайсыз күйеудің қатал мінезінен опық жеп, 5 баласын сүйретіп жүріп өсірді. Балаларын бауырына басып, үйінен қашып, қораға түнеп, қалған кездерде аз болмады. Әке мен шеше тату болмаған соң балаларда ынжық, тартыншақ болып өсті. Мына қызын бауырының тәрбиесіне беріп, қалған балаларын Құдайдың зорлығымен жеткізді. Жесірлік азабы күйеудің таяғынан да ашты болды. Жеңгенің жұмысын істеп жүріп, ағаның қақпайынан қаймығып, бір тынағы ішінде қу болып өсті. Мас болып ұйықтап жатқан қызы. Аға жеңгесі жатып қалғанда тұрып ұрланып, ет қуырып, рахаттана жеп отырғанның үстінен түскенін байқап, бауыры талай шағымданған. Қанша дегенмен өз баласы емес пе, жеңгеден именіп, қарны ашатын болар деп іштей аяйтын да қояйтын, байғұс ана. Осы күні ет таңсайды, сорлы кемпір. Шалы қызғаншақ, жайсыз болғанмен қызметтің бір ұшында жүрді де, ас судан тарықтырмады. Ер қатарлы ішіп жеп үйренген ауыз жегісі келіп тұрады екен. Ана мұнаудан сап, аузының суы құриды. Ет асып жейікші деп қанша жалынса да,
Қызы анасы үшін қазан көтермейтін сұмдық. Тоңазытқыштағы тоздалған балықты аузара ауып, жегісі келсе де, қақайып жауапсыз қалдырып береді. Зұлым қызы. Анасынан аяған балығын көрші қатындардың алдына турап қойып, сайтан суды сіміріп, түнмен гөлеткен ішкіш қатын анасының зарында естімей, шыбынға желініп, ұйықтап жатыр. Қызының енді жоғарыда тұра қоймайтынын жақсы білетін ауру ананың көзінен сорғалаған жасы жүзіне сырғып, жастығына сіңіп шоқ болады. Ашығып, шөлдеп жатып, талықсып ұйықтап кетіпті. Бейуақыт болғанын күннің ауып барып, өзі жатқан бөлменің терезесінен сығалағанын білді. Қымтала жабылған перде қанша көлегелесе де бұрыш-бұрышына, тесік-тесігінен ұзын-ұзын қылыштай жарқыраған сәулелер үйдің ортасына шаншылады. Мәшиненің гүрілі үйдің тұсына келіп өшті. Күйеу баласының келгенін түсінген күйеу ананың қуанышында шек болмады. Ашық-шашық шалқасынан жатқан есіктен кіре сала, ашуға булығып, қатын іздеген күйеу баласы алдымен ыбырсып жатқан ас бөлмеге бас сұқты. Ашып, сары суы іркілдеп тұрған сүттерді көріп, қашанғы әдетімен боқтай жөнелді. Байының даусынан оянып кеткен қатыны зәресі ұша атып тұрып, есікке жүгірді. Сасқалақтай шапқанымен адуындап келе жатқан ашулы күйеуімен жатын бөлмесінің есігінде-ақ кездесіп қалды. Жұдырығымен көк желкеден қойып қалған байының зілді салмағынан шыңғыра құлаған бейбақ ұяттың бәрін жинап қойып, зар илеп жылай бастады. Күйеуі жұлқылай ас бөлмеге қарай сүйреді қатынды. Бүлінген, ашыған сасыған заттарды көрсетіп, төңкеріп лақтырып, аяусыз ақ жұдырықтап жатыр. Түнімен шешем ауырып шықты, ұйықтамай қасында отырдым. Жаңа таман ғана жатсам, қатып қалыппын. Сол кісіге қараймын деп шаршадым деп, шімірікпей ақталып зар иледі. Өз бала шағаңа ие бол, шешеңді бағалмасаң апар ұлына. Қызының үйінде өлуші ме еді қазақ деп, зілдене айғайлаған күйеу баласының сөзі жүрегіне оқтай қадалып, жанын шырқыратып барады. Қызының өтірігіне жыны келсе де, өзегін жарып шыққан баласын аяп, ана байғұс үнсіз жатыр. Алайда, күйеу баласының айтқандарының барлығы ақиқат екенін де біледі. Амал нешік. Келіні кішіпейіл, пысық бала болғанымен, қотырліктің соғынан күн-түн демей жұмыс істейді. Ұлының жолы бір болмай-ақ қойды. Амалсыздан қызын паналаған жайы осы еді. Тапқан балаң зұлым болса, өмірдің тозағы дағы деген оймен іштей өксіді. Кешегі періште сәбиінің бүгін зұлым қатынға айналғанына өкініп, өксігін өкпесіне тықпалаған күйі. Аштық бұрап, шөл қысқан күйі тістене жылады. Төсек тартып, бүктісі бүрісіп жатқан сорлана. Зұлым қатын. Жаңа әңгіме. Раяны өте сұлу қыз. Мойылдай қап-қара шашы иығына төгілгенде, аппақ жүзіне ретімен орналасқан қиғаш қасы, қою кірпігі, албыраған еріндері ерекшелене, айқындала түсетіндей. Көп сөйлемейді, бір тоға. Туа салып наға шешесі етегіне салып, үлдемен бүлдеге орамаса да, орғаған опасыздардан қорбақ өсірді. Ел қатарлы мектеп бітіргені болмаса, зұлым қатын жеңгенің отымен кіріп, көлімен шығып, жұмыстың ауырымен жеңілін сұрыптамай, тырбаңдай атқарып бой жетті. Жуас үшін дегенге жақсы демекші отырса опақ, тұрса сопақ өмірден безініп кететін кезде аз болмады. Қателіктерге ұрынып, опық жеген тұсы да баршылық. Арбасы сүйреушісіне емес пе, қисық жолға түсіп, адасуға бет алған нәзік жанды қыздың алған бетінен қаққан жанашыры болды ма? Қорғаушысы да, қолдаушысы да жалғыз кемпірі. Оның өзін сыйлап, ыстық шайын демдеп, шайын келтіріп отырмаған зұлым қатынның қылығын ішке бүгіп, жұтумен келеді. Екі сорлы. Ескертулер мен шағымдардан не өзгерсін? Күйеуінің таяғын оңдырмай жеп алып ертесі өз әлеуліміне салып, бәз-баяғы тірлігін жалғастыра беретін. Ол кеуді де екі айналдырып, без түсіріп, есін аударады оңаяқ. Есесіне,
Келесі күні оранып жатып алып, дастархан жайылмай, от жағылмай. Шобырған балардың қарындары ашып, үйдің берекесі кетеді. Әжесі екеуі қазан қайнатып, үй жылытып, сиыр сауып, бітпейтін күйбең тірлікті бастарына киіп алып, сілесі қататынды. Аяқ астынан келген жұмбаға жал, сүйеніші де ең жақыны, әжесінен қас пен көздің арасында екі сорлын айырды. Аналап жылаған қалың елден Раянаның зары аш деді. Оны түсініп жатқан кім бар дейсің? Балапан басына, тұрымтай тұсына, ғұмырдың заңын әлдеқашан ақ түсінген байғұс жетімдігімен бетпе-бет қала берді. Бұрынғы күні бүгінгі күннен бақытты екені бұл бейбақтың. Жеңгенің қылтың-сылтыңы көбейіп, жұмысы ауырлай берді. Тырбаңдай берсең де, түгесілмейтін үй шаруасы әбден мезі қылды. Көршінің баласы орыста болса, әңгіме дүкен құруға жарап тұр. Орысша мектеп бітірген қызға орыстың ұлымен сөйлесу қиындық тудырғанда жоқ. Сөйлесу, сырласуға да ұласып барады. Ертелі кеш гәлөшін тырпылдатып, кіріп шығып, шекілдеуік шағып босқа жүретін жеңгенің мінезі көрші қоланға да шағысаян. Есікте өткен кеткенмен өсек айтып, тапқан балаларына да қарап шартпайтынын көршілердің барлығы дерлік айтып та отырады. Өзара әңгімелесе қалса. Кіргожалақ балаларды сүйреп жүріп, ас пісіріп, шай қайнатып жүретін қыздың бұғанасы қатпадау деп аяйтын жан жоқ екенін көріп жүрген орыс балада жанының ашығанын жасыра алмайтын. Өз анасы да араққұмар болған соң үйдегі барын әкеліп, қолынан келгенше сыйлық жасап, көзі мөлтілдеп тұратын Раянаны барынша шұбатуға тырысатын. Еңбекқор күйеуі үйде бір тұрақтамай, қона жұмыс жасайтында пайдалана білетін зұлым қатын. Қашадай қызды үйінен қойып шығып есігін жауып алып, далаға қондырған. Құйтырқы қылығы да аз болмады. Орыс жігіт бас иесі жоқ бейшараның қасынан табылып, сорын бөлісетінін байқап жүрген жеңге байқамаған ыңғай танытып, теріс айналған. Ішкі ойы белгілі тіс қаққан орыспен әуейім болдау деп аяушылық қылмады да. Кейде тіпті ол орысқа өзі тапсырған заттарын алдыртып, тапсырысы әкелінгенде сылқия тойып алып, масайып, қайын сіңлісін өз қолымен шығарып беретін. Әжесі көбіне айта бермейтін жеңгенің сойқан сырларын бұл да жасыра, жұтып дағдыланған. Көрші қолаңды шақырып алып, күні-түні арақ ішетінде айта алмады. Ақылға салып, тәртіпке шақырмайтын ағаның өлімші қылып сабап тастайтын, қызба мінезімен қысқа ақылынан ештеңе де өзгермейтінін білетін Раяна күніне қайыл. Оңашада егіл-тегі жылап, зарын әжесінің есі сіңген жастығымен бөліседі. Күлімсіз сасыған, көрейдің ішіндегі ең жанына жақын орында осы. Кезінде әжесінің қойнында алаңсыз ұйықтайтын темір кереует. Жылай-жылай талықсып ұйықтап кеткен Раяна сасық иістен оянып кетті. Қараңғылап, перделерін жауып тастаған үйдің өз иісі де осал емес. Алайда, мына иіс дәл танауының астынан шығатын сияқты. Тіпті өдеп танауын жарып барады. Жастықтан басын жұлып алған Раяна қарсы алдында біреудің қарауытып тұрғанын көрді. Ұйқылы, көзін аша алмай қос жұдырығымен мыжғылай берді. Иә, дәл солай. Алдында шайқалып, удай мас, құда баласы тұр. Көбіне үйде ағасы жоқ кезде пайда болып артынша жоп беріп жоқ боп кететін. Бүгінде дәл сол әдетімен пайда бола қалыпты. Тамаққа тойып алып, ұйқысын қандырып әпкесінің қалтасын қағып, дер кезінде жоқ болып кете қалатын інісінің аяқ астынан тағы да келе қалып, қайын сіңлісіне өңмеңдеп тұрғанын көрген жеңгесі есікті жаба салды да әрі қарай шығып кетті. Раянаның құрсағы дөңгеленіп бұлтиып қалыпты. Қыздың толысып келе жатқаннан секем алған туыстары жеңгесін қыспа қалып, сұрақ жаудырды. Сүттен ақ, судан таза болып шыға келетін зұлым қатынға бұл жолы да ешкім сай келмеді. Көршінің баласымен жасырынып сөйлесіп, қора-қопсына тығылы әңгіме құратынын айтып, егерегенде етегін толтырды. Еш жұмыста істегісі келмей, күні ұзақ жатып алып,
Кешкісін орыс баламен сыбырласып отырып алады деп зар еді. Ойлағанындай-ақ күйеуі әйелін жақтап, қарындасына шүйлікті. Жақындарына сыр тартып, талай шындықтың жиегін сөккенімен қыздың сөзі тағы да елеусіз қала салды. Қырамыз, шоямыз деп келген азан-аулақ шанашырдың үні бәсеңсіп, жөні жығылып тынды. Тауы шағылып, қызғалды. Ашулы елдің аузын жауып, отқа су сеуіп, зұлым қатын бұл жолда судан құрғақ шығып, сатылып кетті. Басқа балаларым сыйған жерге, бұл бала да сияды, өзім бағам. Менің балаларым жегенді жеп ішкенді шеді деп бұлқан талған болған әйелдердің жынын басып, бауырыңды соямын деп кіжінген сойқан еркектердің тоң көңілдерінде оп-оңай шібітіп жіберді. Жас болсаң сол қателеспей тұра ма? Болар іс болған екен, енді жабулы қазан жабулы күйінше қалсын деп күн тәртібіндегі мәселені аяқтады. Келген жұрт. Раянаның жүктілігі бұрынғы өмірінен жеңілдеуі болды. Анталаған көздердің сынап, аңдып отырғанын жақсы білетін зұлым қатын көбіне еркін қоя береді. Туыстарды аралап қыдырып келіп, үй шаруасынан әлде қайда жеңілдік алып, 9 ай 10 күнді де өткерді. Сәуірдің сәулелі бір күнінде дүниеге бар даусымен шырылдап, жарсала келген қыз баланы келіскендей-ақ жеңгесі бауырына салды. Ел жұрт соны құттықтап, бауы берік болсын деп жатты. Жас ананың сөті тұсыйық, жүзі қуарып солғын тартады. Омырауынан қанша мұжыласа да бір тамшы уыз шығар емес. Емшекте баласы бар. Қол-аяғы балғадай қоңды жеңгесіне қанша жалынғанымен, шырылдаған шарананы бір емізіп беруге көндіре алмай-ақ қойды. Күні кеше ғана біздің келін керемет жан деп бір-біріне қарап, көздерінен аққан ыстық жасы жүзін қырған туыстары шарананы бауырына қыса түскен келіндерін мадақтай берген еді. Алайда бүгін барлығы да болып жатқан істі түсіне алмай дал болды. Қашан барса да далада желдің өтінде ашық-шашық жататын нәрестенің мүшкіл халін көреді. Жайлығы бір ауыспайтын бейшараның құйрығы қарқылап, жаны ұшыра шыңғырып жатқан. Мына балаға обал ғой. Тым құрыса сүт берсеңдерші деп келген ел ашуға булығатын болды. Зұлым қатын сазсын ба? Қызының ескі бөтелкесіне шай құйып әкеліп, сұйық сылдыр суды беріп тұратында. Омсына сорған аш балаға көзінің қиығында салмайтын. Бәрінен қызығы қырқынан шыққаны болды сорлы баланы. Жұпыны ғана жайылған дастарханға көршілердің әйелдері түгел жиналды. Шай құйылып, ас әкелінді. Баланы бесікке салу, тырнағын алу, шашын қырқу деген сияқты ел жасап жүрген ұзын сонар ырым-сырымдардың біреуі де жасалмады. Керісінше зұлым қатын құндақтаулы періштені алып шықты да, алқа қотан отырған әйелдерге берді. Қолдан қолға ұзатып, барлығы бір-бірден бетіне үңіліп, көзі көк, жүзі сары сәбиге зер салып қарады. Тек ешқайсы да ләмим демей ештеңе айтпады. Бар болғаны зұлым қатынға қарап жымиды. Зұлым қатын бауырында өзінде аман алып қалғаны өз алдына, өздерін оп-оңай-ақ ың-шыңсыз ақтап алды. Бейшара сәби ол үйге басқа балалары сыйғандай сыймады. Басқа балалары жегенді жемеді. Аз күннен соң балалар үйіне құжаты жиналып, кете барған сәбидің іздеушісі де болған жоқ.